келесіңдер ме балалар? Отырамыз. Балалар, кітап, дәптер, қаламдарымызды туралап қоямыз сабаққа. Бүгін сыныпта кім кезекші? Және Трабыл. Бүгін сыныпта кім жоқ? Трабыл. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау үшін шарттық шеңберіне тұрайық. Қане келе қойыңыздар. Шамалы шеңберімізді ашамыз балалар, сенбен болып тұрайық. Бір-бірімізге тілек айтқанда, анық дауыстап айтуға тырысамыз. Қазір бір-бірімізге жақсы тілекті әркім өзінің есімінің бас әрпінен айту керек. Жанындағы жолдастарына қарап, өздеріңіз жақсы тілектеріңді айтасыздар. Мысалы, менің есімім Жазира, демек мен Ж әрпінен келетін жақсы тілекті жанында тұрған Маяға айтуым керек. Сендер де тура солай, өздеріңнің есімдерінен келетін жақсы сөзді келесі жолдасына айтасың. Түсінікті ма? Ал онда жұлдыздай жарқырай бер. Ерімді бол, көп күліп жүр. Берекең көп болсын. Жері бол. Жақсы бол. Сыпайы бол. Бақытты бол. Адал бол. Ақылды бол. Қымбатты бол. Іздесті бол. Аман бол. Данышпан бол. Рахмет. Көрдіңіз ме балалар, бір-бірімізге үнемі осылай жақсы сөз айту адамның көңіл күйін көтереді. Ұнады ма жақсы сөз бір-біріңе айтқан? Кәне онда орнымызға жайғасып отыра қояйық. Басталмас бұрын бүгінгі бағалау әдісінде түсіндіріп өтіп кетейін. Қараңдар. Қазір 3 топқа маған қараймыз балалар. Бәрін маған қараймыз. 3 топқа 3 қағаз беремін парақша. Ол жерде не істейсіңдер? Бірінші топта мен есімдерімді жазбағанмын. Оның себебі мен қай топқа кім түсетінін білмедім. Дұрыс па? Сондықтан сендер өздеріңнің есімдеріңді жазып шығасыңдар мына жерде. Әр тапсырма бойынша қай бала белсенділік танытты, сол балаға бал қойып отырасыңдар. Әр тапсырманың дескрипторы көрсетіліп айтылып тұрады. Сол кезде 3 бал болса, егер бала сол жерде толыққанды белсенді жұмыс жасаған болса, онда сендер оған 3 бал бере аласыңдар. Егер бала белсенді болмаған жағдайда, сәл ғана жұмыс жасаған, жалғаулық танытса, оған 1 бал берулеріне болады. Ал орташа деңгейде сендерге бірге топпен жұмыс жасаса, онда оған 2 бал беруге болады. Ал енді 1 бал берілетін тапсырмаларға ол жұмыс жасамаған оқушыға тапсырма бал береміз ба? Бермейміз, дұрыс. Ал енді балалар, бұл жерде бізге адалдық өте қажет, бәріміз адал болып бір-бірімізге адал балаларға. Енді қараңдар, бәріміз қараймыз. Не көріп тұрмыз? Әр топтан бір спикер сөйлесін. Бағана сөйлеген, алдында сөйлеген спикер емес, одан басқа спикер сөйлеуге тырысады. Мына топтан, Алиша, не көріп тұрсың? Ағылдан жоқ. Сендер мына сөйлетке қарап не айта аласыңдар? Екінші топ. Мына топ ше? Бұл сөйлете астананы көрсеткен. Бұл бәйтерек, ол бәйтеректердің ғылым. Отырады. Ал енді балалар, мен бұл суретті не үшін шығардым? Себебі біздің тақырыбымызға бұл суреттер бүгінгі тікелей қатысты. Енді осы суретке қараңдар, қандай керемет жерде көрсетілген. Демек, сабақтың тақырыбы қандай болуы мүмкін? Болжап көрейікші. Астана тақырыбы дейді. Надоп? Астана Асиям қала дейді. Астананың көрікті жерлері дейді. Енді бәріміз жобаладық тақырыпты. Астананың біздің бүгінгі тақырыбымыз сендерге өтеді. Астана әсем
сабаққа берілген болатын. Біз өткен сабақта тыңдалумен жұмыс жасадық, Астана туралы. Енді бүгін сол сабақтың тапсырмаларын орындауымыз керек. Сол сабақты біз бекітуіміз керек Астана туралы. Енді қараңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мұқият тыңдап аламыз. Біз бүгін сабақта қандай мақсатқа жетуіміз керек? Бірінші, ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Екінші, мәтін тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу. Ал үшінші біздің мақсатымыз неологизм, термин, диалект сөздерді қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Біз бүгінгі сабақта балалар осы мақсатқа жетуіміз керек. Осы мақсатқа жету барысында біз сендермен түрлі жаттығулар орындаймыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Онда тапсырма желісіне өтеміз. Енді қараңдар. Бірінші тапсырмада балалар, мен сендерге қазір 3 топтың 3 адам шығып, 3 конверт алады өздері, бірақ барлығында бірдей сөздер. Ол берілген сөздерді өзіміз өздерге берілген себепке салуымыз керек. Әр себептің өзінің термин, диалект және неологизм деген себептер болады. Сендерге әр сөзді өздерінің себебіне шатастырмай салып шығуымыз керек. Түсінікті ма балалар? Қазір сөз беріледі. Әр сөзді балалар өз себебіне салуымыз керек. Шатастырып алуға болмайды. Себепке өз сөздерін саламыз. Енді міне, сендерге 3 топ берілген, 3 қағаз ішіндегі сөздеріміз бірдей, сөзді ортаға төгіп, топпен ақылдаса отырып, әр себепке өзіне қатысты сөздерді салып шығамыз. Конвертпен төгеміз. Бұл тапсырмаға балалар сендер жасауға 4 минут уақыт беріледі. Енді қараңдар. Енді бұл жерде өз-өздеріңді тексере алмайсың, өз-өзімізге бал қоя алмаймыз. Не істейміз? Топ себебімізбен ауысамыз. Бірінші топ себетін екінші топқа береді, екінші топ себетін үшінші топқа береді, үшінші топ себетін бірінші топқа береді. Алмастырамыз себеттерді. Себет алмастырамыз. Енді балалар, әділ тексеру болады осы. Енді 3 адам, 2 адамнан бірі бөліп алынды, тексеруші. Енді қалай тексереміз? Сендер тыңдаймын бірінші, маған қара. Тыңдаймыз. Қалай тексереміз? Мен қазір мұнда кілт шығарамын, тапсырманың кілті. Сол кілтте қандай сөз, қай топқа жатарының көрсетілген. Сендер сол бойынша тексересіңдер. Егер дұрыс болса, барлығы дұрыс деп айтамыз. Егер қате болса, 2 сөз қате болды, 3 сөз қате болды деген сияқты. Енді сендер не істейсіңдер? Мәтінді оқып, балалар бұл топпен жұмыс емес, бұл жеке жұмыс. Бұл жұмыста әр қайсысын өздеріне 2 балл аласыңдар, егер дұрыс істесеңдер. Әркім өзі орындайды, жеке жұмыс. Түсінікті ма? Әркім жеке өзіне балл жинайтын мүмкіндік бар осы жерде. Енді сендер мәтінді оқып, ауызекі және көркем сөйлеуге тән ерекшеліктер. 5-ші тапсырмадағы бірінші мәтіннен көркем жазуды, екінші мәтіннен ауызекі сөйлеу тілдегі сөздерді теріп жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 18-і сынып жұмысы. Бұл тапсырманы орындауға балалар сендерге жазба жұмысы ойланып оқу керек болғандықтан, 5 минут уақыт беріледі. Енді балалар бұл жұмысты тексеру үшін жүгіңмен алмастырасыңдар. Сағат тілімен
дәптерлеріңді бір-бірге беріңдер. Сағат тілмен береміз. Сағат тілмен дәптер ауыстырамыз. Ауыстырдық па бәріміз? Сағат тілмен дәптер ауыстырдық па? Енді мен сендерге тапсырманың кілтін шығарамын. Кілт бойынша тексеріп, неше дұрыс жауап бар? Сол бойынша бағаланасыңдар. Балалар, қазір мәтінді оқып түсініп алыңдар. Осы мәтінге келісу, келіспеу, сендердің ойларыңды анық жеткізу үшін енді топпен жұмыс жасаймыз. Енді қараңдар, топпен не жұмыс жасаймыз? Бірінші топ, екі мәтінмен оқыңдар. Біреуіндегі аңыздағы бәйтеректі оқысаңдар, екіншілері Астанадағы бәйтеректі оқиды. Осы екі мәтінді пайдалана отырып талдайсыңдар. Екі мәтінді де біріктіре талдайсыңдар. Ол дегеніміз төрт сөйлем әдісі. Білеміз ғой төрт сөйлемді, иә? Білеміз ғой, иә? Төрт сөйлем әдісі бойынша талдаймыз. Менің ойымша бұл мәтінде екі мәтінді бірге қамтимыз. Түсінікті ма? Онда жұмыс жасаймыз. Екінші топқа бірінші мәтін берілген. Түсінікті ма? Мәтінді егер сендер жазсаңдар, қалай аяқтар едіңдер? Өз ойларымен мәтінді жалғастырып аяқтап көріңдер. Егер сендер бірінші мәтінде Астанадағы бәйтерек туралы берілген ғой, егер сендер мәтін жазатын болсаңдар, мәтіннің соңына қандай ақпараттар болса беріңдер? Қандай? Сөйлем бір 5 Ал енді топ қараймыз. Сендерге үшінші топ екінші мәтін сендер аяқтау берсе, қалай жалғастырып аяқтар едіңдер? Кәм топпен Нұрали, топ басымен жасаймыз, топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма, бұл біздің ережеге байланысты, пысықтау үшін. Енді қараңдар. 3 тұрақ бар. Ол үй тұрағы, бақша тұрағы, отбасы тұрағы. Сендер қазір берілген сөздерді пайдаланып, сонымен қатар қай тұрақты алатындарыңызда сендер таңдау арқылы қазір қағаз таңдау арқылы белгілі болады. Сендерге тұрақтарға сол сөзді жеткізу үшін балалар, бір тұрақтан бір тұраққа сөзді жеткізу үшін сендерге арнайы көлік беріледі. Осы көлікті пайдаланып сендер қажет сөзді қажет тұрағына жеткізесіңдер. Мысалға, бір топқа үй тұрағы, үй бекеті түссе, демек олар үйге қатысты естиді сөздерді, жайлет сөздерді теріп жазады. Біздің негізгі тақырыбымызда бұл тақырыпта жайлет сөздер болады. Демек, қазір жылдан бір минут уақыт береді, бір сендерге қай бекет түскенін қараймыз, бір сендерге. Балалар бір минут уақыт, жылдан бір минут уақыт. Қағаздарды жылдан бір минут уақыт, қай бекет түсті, соған бір минут уақыт. Ал сендерге сол бір минут уақытта мен пайдаланып, мен жұмыстарын істедім. Балалар тексереміз. Ал жылдан бекетке қарағанда кілт бойынша тексеріп шығамыз. Жылдан қай топ қанша? Әр бекет өз сөзі дұрыс келді ма? Әр бекет өз сөзі дұрыс келді ма? Бітті. Уақыт бітті балалар. Отырамыз. Мына топ дұрыс па? Дұрыс жеткізді ма? Екеу дұрыс емес дейді. Мына топ ше. Біреу дұрыс емес. Мына топ. Дұрыс па? Дұрыс емес. Неше сөз дұрыс емес екен? Бір сөзі дұрыс емес екен. Бұл тапсырмаға 1 балл беріледі. Үшінші топ балл аламайды. Қалған топ балл алады. Демек, барлықтарына 1 баллдан қойып шығасыңдар. Сендер өздеріңе балл қоймайсыңдерге шығу парағын беремін. Бүгін сабақтан алған әсерлеріңді осы шығу парағы арқылы орындаймыз, балалар. Ал шығу парағы арқылы балалар орындаймыз. Бұдан жылдан сабағымыз аяқ. Ал сендердің бағалау парақшаларын мен алып, сендер қанша балл жинағандарыңды
өздерінің бағалауларын айтып өтейін. Бізде өте жоғары балл жинаған оқушылар да бар.